Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге нағыз мұғалім қандай болу керек екенін айтатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қазіргі таңда мұғалім әмбебап маман ба, көп жүк артып жіберген жоқпыз ба деген талас тудыратын мәселелер өте көп. Арасында мұғалімге салынар салмақ көп. Бесаспап болу заманның да талабына айналғаны жасырын емес. Сол үшін сізге мына қасиеттерді ұсынамыз. Сонымен 21 ғасырдың мұғалімі қандай болу керек? Ең әуелі тәуекелшіл. Жаңа ғасырдың мұғалімі кез келген ауыртпалықты өзіне қабылдай отырып, тәуекелге баруға дайын болу керек. Оның бойындағы осынау қасиеті өзгелерге үлгі болады. Мұғалім ұғымының өзі өзгеге үлгі болуға үйретеді. Психолог. Мұғалім тек білім беріп қана қоймай, алдына отырған шәкірттің психологиясын зерттеу керек. Топтан бөлек әр шәкіртпен жеке-жеке жұмыс жасау басты талап. Өйткені әркімнің қабілеті әртүрлі. Ал топтық жұмыс кезінде кем бірін артық көрмегені абзал. Білікті педагог. Педагог сөзінің өзі тәрбие мен ұстаз ұғымына етене жақын. Бірақ мұғалімнің өзі білікті әрі сауатты педагог болғаны дұрыс. Шәкіртке түрлі әдістер арқылы тәрбие беру, білім суымен сусындату ең маңызды дүние. Көшбасшы. Бүгінгі таңда мұғалімдерге тек қана сабақ беріп, лекция оқумен шектелуі шәкіртті қанағаттандыра алмайды. Мұғалім өзінің ұйымдастырушылық қабілетімен қоса, сол ортада көшбасшы бола білу керек. Қоғамды соңынан ертуге қауқарлы, ісіне берік әрі тиянақты болғаны жөн. Көштің басын бастау әрине қиын, дегенмен бұл жаңа дамыған дәуірдің талабы. Заманауи технологияны игеру. Классикалық кітаптың қалам мен қағаздың дәурені өтіп бара жатқаны шындық. Дегенмен, кітаптың құндылығын айта отырып оған шәкіртті қызықтыру үшін бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты заманауи инфрақұрылымдарды, техниканы меңгеру керек. Соның ішінде компьютердің ішкі жүйесін, офистік бағдарламаларды, электронды тақталарды игеру жаңа заманға бейім жастардың көңілін алдандырады, сабақты қызықты өткізе де алады. Рухани бай болу керек. Қай елдің болмасын, мұғалім дәрежесін көтеріп жүрген жан рухани құндылыққа бай болу керек. Ол сол елдің ұлттық болмысы мен табиғатын бала бойына терең сіңіруге, отансүйгіштікке тәрбиелеуге таптырмас құрал. Ұстаздың жан дүниесі рухани тәлімге толы болса, шәкірттің де одан алар ілімі далаға кетпек емес. Әмбебап мұғалім. 21 ғасырдың кез келген адам баласына қояр талабы осы. Дегенмен, әрбір адамға қалам ұстатып, әрбір үйретуші мұғалімнің әмбебап болуы әлде қайда маңыздырақ. Мұғалімнің әмбебаптығы жан жақты білімді, білікті, тартысқа түссе, тарпаңдап шығып додаға түссе, бәйгені бермес шәкіртке түрлі әдістемелік құралдар арқылы жағдай жасаса, онда сол ғана мұғалімнің емес, бір мектептің, бір елдің абыройы болар еді дейді. Интеллигент. Мұғалімнің тағы бір қыры өзін ұстауы, кем-кейісі, жүзінің жарқын бейнесіне дейін көрініп тұруы керек. Әрбір сөзге сауатты, әрбір ісіне жауапты, мәдениетті, интеллигентті тұлға болу керек. Өйткені қазіргі қоғамда жастар әр әрекеттен үлгі алуға асығады. Ал көзін ашқан күннен бастап үлкен өмірге қадам басқанға дейінгі үлгі тұтары мұғалім. Ендеше оның интеллектуалды қабілеті аса маңызды. Саннан сапаға сапар шегу жолындағы мұғалімнің жаңа ғасырға берер жауабы дайын болу керек. Өйткені талаба күшті қоғамның ағысы қатты. Ал сол ағысқа қарсы шәкіртті дайындау тағы да мұғалімнің еңбегі. Мұғалімнің жеке басы оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына көмектеседі. Ақпараттың басым бөлігін біз көру арқылы аламыз. Сондықтан да біздің тартымды бейнеміз өте маңызды. Оған ұқыптылық, іскерлік стиль, мәнер, әдеп, күлкі жатады. Ұстаз өзін қалай көреді және оны оқушылары қалай елестетеді. Мектеп әкімшілігі мен оқушылары сыйлау үшін және іс оңға басу үшін не істеу керек? Бар мәселе имиджде. Есіңізде болсын, сіздің алдыңызға келген әр бала келешек елдің тұтқасын ұстайтын үлкен тұлға. Мамандығыңызға жауапкершілікпен қараңыз.